Енді келесі жасайтын декорациямыз үйдегі. Бұл бізде қосымша бөлме дейік. Шатыр қабатындағы қосымша бөлме. Сырттан шығып тұратын. Ол бөлмені біз қалай жасаймыз? Дәл солай жаңа объект қосамыз, яғни куб. Сол кубымызды жоғары қарай жылжытамыз, сыртқа қарай шығарамыз. Мен G батырмасын басып, move құралының мен G батырмасы арқылы move құралының жылдам батырмасын қолданып, өзіме ыңғайыма қарай жылжытып отырмын объектімді. Өлшемін мен кішкене өзгертемін. Z координатасы бойынша, X координатасы бойынша тоже осылай өзгертемін. Енді бұл бізде кәдімгі куб болып тұр. Біз оны қалай үшбұрышқа айналдыра аламыз деген сұрақ туындау мүмкін. Ол үшін біз осы кубты үшбұрышқа айналдыра аламыз. Ол үшін біз өңдеу режиміне, яғни edit модқа кіреміз, нүктелер таңдау режимін аламыз, яғни 1 дегенді басамыз, немесе осы қайтадан Shift Z wireframe модқа кіреміз, осыны таңдай аламыз. Біз енді осы төртбұрыштан қалай үшбұрыш жасаймыз? Ол үшін бізге бастапқы 2 нүктені 1 нүкте қылу керек. Оны біз қалай жасай аламыз? Біз mesh деген батырманы басып, соның ішіндегі merge, яғни біріктіру, merge ағылшынша құралын қолдана аламыз. Осы merge'тің ішінде бізге керегі center, add center деген бірінші баған. Бұл не істейді бізде? Бұл бізде 2 нүктенің ортаңғы нүктесін алып, сол нүктеге біріктіреді. Сол нүкте бойынша, ортаңғы нүкте бойынша 2 нүктеден 1 нүкте шығып, екеуін біріктіреді. Яғни қайтадан mesh, merge, add center. Енді бізде дәл осы 2 нүктенің ортасында бізде 1 нүкте ғана қалды. Бізде осылай үшбұрыш шықты. Дәл солай әдіспен біз артқы жақтағы 2 нүктені таңдап, дәл сол әдісті қолдана аламыз. Немесе біз қайтадан Blender бағдарламасындағы жылдам батырмасын басып, ағылшынша M батырмасын бассақ, бізде автоматты түрде merge құрылғысын шақырады. Қайтадан add center деген бағаны таңдап, біз өзімізге осындай үшбұрышты жасадық. Енді осы үшбұрышты өз орнына былай орнаттық дейік. Енді осы үшбұрышқа тағы да шатырды жасау керек. Мен өлшемін кішкене өзгертейін, өзім ыңғайыма қарай осылай қалдырайын. Енді қайтадан бізге шатыр жасау керек. Біз қайтадан кубты шақырып, әр элементті жеке шатырдың элементін жеке шақырып, жеке өлшемін өзгертіп, қайтадан модификаторлар арқылы жасай аламыз. Немесе бізде дайын тұрған шатырдың элементін алып, оның дубликатын жасап, қазіргі кезде керек емес бізге mirror модификаторын өшіріп, біз Y координатасы бойынша оны жылжыта аламыз, және де Z координатасы бойынша бұрамыз, яғни RZ бізге 90 градусқа бұру керек. Енді бұрғаннан кейін біз шеттен, яғни со стороны көру режимін ауысамыз. Ол үшін 3-ті басамыз, жоқ 1-ді қателестім, 1-ді басамыз. Біз енді өзіміздің объектіміздің шет жағын көре аламыз. Енді осы элементімізді керекті жерге, осы жерге орнатамыз. Орнатқаннан кейін бізге өлшемі келмей тұр, оның өлшемі S координатасы бойынша өзгертеміз. Тым үлкен болып тұр, қайтадан осылай жылжыттық дейік. Енді бізге параметрлермен кішкене параметрлерін өзгерту керек модификатордың. Бізге 13 саны тым артық, бізге керегі 6-да тоқтаймыз. Енді әр параметр, мысалға Z параметрін бойынша өзін локалды Z координатасы бойынша жылжыттық, өзін дубликаттарын, көшірмелерін. Енді қайтадан mirror модификаторын қоса аламыз да, біздің объектіміз
таңдағаннан кейін бізде дәл көшірмесі шықты. Бізде енді осы кішігірім бөлме жасалынды шатыр қабатында. Енді осы бөлмеге тағы да терезені жасау керек. Біз қалай осы терезені жасадық, дәл сол әдіспен терезені жасай аламыз. Немесе біз осы терезені қайтадан алып, оның дубликатын жасай аламыз. Shift D батырмасын комбинациясын басып. Біз оны жоғары қарай жылжытамыз, сыртқа қарай жылжытамыз да Z бағыты бойынша, яғни R rotate құрылғысын қолданып, оны айналдырамыз 90 градусқа. Қайтадан R, Z, 90. Аха, яғни бізде ол басқа шетке айналып кетті. Бізге 90 градусқа емес, яғни минус 90 градусқа бұру керек. Дәл солай R, Z, енді біз минус 90 деп жазуға болады. Бізде керекті бағытқа айналды. Енді шеттен қарау режиміне ауысамыз. Керекті жерімізге орналастырамыз да өлшемін кішірейтеміз осылай. Кішірейткеннен кейін керекті координаты бойынша жылжытамыз да тереземізді қоямыз. Енді терезесін жасап біттік. Енді бізге осы бөлменің қабатын қалай жасаймыз? Яғни стенасын, орысша айтқанда. Біз қандай әдісті шатырға қолдандық, дәл сондай әдіспен қабырғаны қайталап жасаймыз. Ол үшін біз алдымен керек емес, қазірге керек емес boolean мен mirror модификаторларын алып тастаймын. Яғни мен алдымен осы қабаттың дубликатын жасаймын. Дубликатын жасағаннан кейін керек емес boolean және де mirror модификаторларын өшіріп тастаймын. Өшіргеннен кейін сыртқа қарай жылжытамын және де объектімді Z бағыты бойынша 90 градусқа бұрамын, яғни RZ. Енді шеттен қарау режиміне ауысамын, бір деген батырман басып немесе координаталарын біріне басып керекті жеріме орналастырамын. Көріп тұрғаныңыздай біз көре алмай тұрмыз осы объекттің артында не бар екен. Яғни бізге wireframe, яғни сетка, режим сетки тор арқылы көру режимі керек болып тұр. Яғни мен Shift Z батырмасын басамын, маған торы арқылы көру режиміне ауысты. Енді осы объектіміздің ортаңғы жағына қарай қоямыз да өлшемін өзгертеміз, керекті өлшемге қарай. Осыны жылжытамыз. Жылжытқаннан кейін кішкене асты қарай түсіреміз. Осылай жылжытамыз. Бізде тереземен қиылысып тұр, тереземіз сыртқа қарай жылжытамыз. Тағы да айтқым келетіні, біз мысалға мынандай мәселе шығуы мүмкін. Бізге жылжытқанда осы тышқанымызбен жылжытсақ, тым қатты жылжып кетуі мүмкін объектіміз. Ал бізге қатты көп емес, арақашықтыққа жылжыту керек. Ол осы мәселеден біз не істейміз? Біз жылжытқан кезде Shift батырмасын басып, біз кішкене ғана арақашықтыққа жылжыта аламыз. Бізге шатырды кішкене жоғары қарай жылжыту керек. Жоғары емес, қателестім, сыртқа қарай. Енді бізге көшірме саны тым көп болып тұр. Ол көшірме санын count деген параметр бойынша азайтып, 15-те қалдырып. Енді бізге керегі boolean модификаторын қолдану керек. Осы формамызды изолировать етеміз. Яғни тек қана сол объектімізді көре алатындай қылып істейміз. Ол үшін нүкте батырмасын басамыз пернетақтамыздағы. Өңдеу режиміне ауысамыз, полигон таңдау режиміне ауысамыз. Содан кейін осы екі полигон таңдап дубликатын жасаймыз. Яғни Shift D, осы дубликат жасалынды. Енді осыны жеке объект қылу үшін P әрпін басамыз. Сосын басқаннан кейін Selection, яғни таңдау бойынша жеке объект жасаймыз. Осы объектімізді енді таңдадық.
жеке қарау режимінен шықтық. Енді осы объектіміздің жуандығын кішкене осылай өзгертеміз да, қалыңдығын өзгерту керек. Ол үшін қайтадан осы екі полигон таңдап, Alt-E, Extrude Faces Along Normals деген екінші батырманы таңдап, керекті осылай толықтай қабырғаны жабатындай қылып экструд жасаймыз. Енді осы объектімізді қалдырамыз да, өзіміздің қабырғамызға ораламыз. Оралғаннан кейін біз generate қайтадан boolean модификаторын қоса аламыз да, объект ретінде осы жаңадан жасалған объектімізді таңдаймыз. Енді осы объектімізді жасыра аламыз. Осы тізімнен таңдап, осы көздің суретіне басуға, немесе жылдам батырмасы ағылшынша H немесе H деген батырманы басып, объектімізді жасырдық. Енді бізде осы кішігірім бөлмемізде қабырғасы дайын тұр. Бізде кішкене осы жерден қате шығып тұр. Оны біз қалай түзе аламыз? Осы қайтадан кубымызды алып, яғни қайтадан біз шеттен қарау режиміне ауысамыз. Ауысқаннан кейін қайтадан wireframe, яғни тор арқылы көруге ауысамыз да, симметрияны қосамыз. Бізге бірақ симметрия енді X бағыты бойынша керек болып тұр. Осы керекті нүктелерді таңдап, осылай жылжытамыз. Енді қарасақ, бізде толықтай жауып тұр. Жоқ, толықтай емес. Қайтадан ораламыз. Қайтадан бұлайнан толықтай жабатындай. Енді бізге қалғаны түтін шығатын, яғни орысша айтқанда дымоход объектісі қалды. Ол объект бізде қарапайым кубтың формасынан жасалынады. Кубымызды шақырамыз, шақырғаннан кейін жоғары қарай жылжытамыз, шетке қарай жылжытамыз, өлшемін өзгертеміз. Яғни мен не істедім осы жерде? Мен өлшемін өзгертпестен бұрын тек қана X және де Y координаталар бойынша өзгеру үшін мен Shift Z, яғни Z координатасын изолировать еттім былай айтқанда. Яғни менің соңғы объектім тек қана X және де Y координатасы бойынша өзгеріс жасалынады өлшемдеріне. Яғни Shift Z батырмаларын бастым. Дәл солай біз өзіміздің объектімізге Shift X деп басаламыз, S, Shift X. Яғни тек қана Z және де Y координаталар бойынша өлшемдер өзгеріп жатыр. Дәл солай S, яғни Scale құрылғысын таңдап Shift Y деген бассақ, тек қана X және де Z координатасы бойынша өзгерістер жасалып жатыр. Маған керегі қазір X пен Y қана, яғни Z координатасы керек емес. Сондықтан S, Scale өлшем өзгерту, Shift Z, Z координатасы маған керек емес. Осылай керекті формаға келтірдім. Енді ұзындығын өзгерту үшін, биіктігін былай айтқанда қателеспесем, өзгерту үшін S, Scale Z, төменге қарай жылжытамын. Бізде осылай қарапайым форма шықты. Осы форманы былай жылжытайық. Немесе тым артық кетті. Осылай. Қайтадан енді осы күрделі форма жасау үшін мен өңдеу режиміне кіремін. Осы объекті таңдап, осы объектінің өңдеу режиміне полигон таңдау құрылғысын басамын. Басқадан кейін мен не істеймін? Осы полигонға экструд жасаймын. Яғни қосымша полигон қосамын. Жасадым, бірақ жасағаннан кейін экструд қолданғаннан кейін сол сәтте escape батырмасын басамын. Осы қосымша полигоным дәл сол өз орында қалды. Яғни көріп тұратыныңыздай. Мен аламын да S өлшемін өзгерту құралы арқылы мен сыртқа қарай
осындай қосымша полигон қосамын да, осы полигоннан тағы да экструд жасап, үстіге қарай қосымша полигон қосамын. Осылай бізде күрделі форма шықты. Енді дәл солай біз өзіміздің ішімізге қарай I деген батырман бассақ, insert жасаймыз да, осылай керекті форма жасап шығамыз. Кішкене өлшемін өзгертуге болады. Енді қайтадан extrude, ішке қарай осы полигонымызды кіргіземіз. Енді бізде осы соңғы үйіміздің үшті объектісі дайын болды деп айтуға болады. Енді келесі видеороликте біз қоршаған ортаны жасаймыз, осы өзіміздің көрінісіміздің.